Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, судьялар мен Хромтау аудандық сотының мамандары. Бүгін біздер мынау медиация заңы бойынша атқарылып жатқан жұмыс туралы, әсіресе мына соңғы 3 жылда атқарылып жатқан жұмыс туралы айтқымыз келеді қорытындылап. Өздеріңіз білесіздер, медиация заңы Қазақстан Республикасының 28 қаңтар 2011 жылы қабылданған болатын. Сол Казахстанская правда газетінде 5 ақпан 2011 жылы жарияланды. Содан 6 ай өткеннен кейін барып, күшіне еніп, біздер қолданысқа енгізіп, сот тәжірибесінде қолданып келе жатырмыз. Жылдан жылға бұл заңның қолданылу аясы кеңінен таралып келе жатыр. Соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының төрағасының 7 тас бағдарламасына енді. Соңғы 3 жылда біздің жетістіктеріміз Хромтау ауданы бойынша өте жақсы деп айтуға болады. Жүргізіп отқан анализдер бойынша көрініп тұр. Жалпы айтқанда медиация деген мағына жанжалдарды соттың қатысуынсыз үшінші бейтарап жақ медиатордың көмегімен шешу формасы болып есептеледі. Бұл заңда көрсетілген, заңда айтылған. Медиация жанжалдарды баламалы шешудің жеңіл түрі болып табылады. Медиация рәсімі кезінде жанжалға қатысушы жақтар медиатордың біліміне, тәжірибесіне және шеберлігіне сүйене отырып, өзара тиімді шешімге келеді. Медиация жанжалға қатысушылардың эмоционалды күшін, ақшасын және уақытын, яғни қаражатын, уақытын үнемдеуге көмектеседі. Оны жүргізу кезінде процестің жағдайы, ұйымдастырылуы, ұзақтығы және мазмұны жеке анықталуы мүмкін. Сонымен бірге қатысушылардың жеке қызығушылықтарының ортасы толықтай қорғаулы. Себебі медиация процесі жасырын процесс болып табылады. Яғни медиатор, кәсіби медиатор болсын, кәсіби емес медиатор болсын, жақтармен жеке-жеке оңаша кездесіп, сөйлесіп, бітімгершілікке келтіреді. Медиация арқылы дауды шешу кезіндегі жеткен келісімдер берік болады. Медиация дау жанжалдармен бірге бұрыннан бері өмір сүріп келе жатыр. Тарихшылар бұрынғы кезде медиацияның тек халықаралық, этникааралық, тек көп жақты жанжалдарды шешу үшін қолданғанын жақсы білеміз. Бұны тарихтан білеміз біздер. Бұл әрқалай аталған. Әр кезеңдерде әрқалай аталған. Делдалдылық болып аталған, өтініш, игі қызметтер ұсыну. Жанжалдарды шешудің мұндай әдістері тек келіссөздер тығырыққа тірелген кезде және жетістікке жету үшін татуласушы жақтарды бір-бірінің көзқарасын түсініп, қабылдату үшін жиі қолданылып келеді. Дау туған жағдайда оны шешу, келіссөзге келіп, ортақ шешімге бірлесіп жеткен қайда ыңғайлы әрі ұтымды екенін адамдар ежелгі заманнан ақ біліп отырған. Сондықтан да қазір сол тәжірибені, біз ата-бабамыздың тәжірибесін, қолданған тәжірибелерін жалғастырып келе жатырмыз. Бұл өте тиімді болып жатыр. Халыққа өте тиімді. Өйткені жанжал сотқа дейін медиация тәртібімен келісімге келген жағдайда қысқартылып, бұл соттың жұмысының өзін әлдеқайда жеңілдетуге келіп, сондай септігін тигізіп отыр. Соттың жүктемесін, судьялардың жүктемесін азайтып отыр. Сондықтан да мінекей халыққа да өте тиімді, соттың жұмысында оңтайландыруға өте үлкен әсерін тигізіп отыр. Біздің Хромтау аудандық соты бойынша арнайы өкіммен судья медиатор тағайындалды жоба бойынша. Бұл Хромтау аудандық сотының судьясы Жұмашкина Саягүл Тәуекеловна. Келесі сөзді Саягүл Тәуекелқызына берейік. Саламатсыздар ма, құрметті жиынға қатысушылар. Хромтау аудандық сотының медиация бойынша атқарылған 2018-2020 жылдары жұмыс жөнінде көрсеткіштер туралы мәліметтер береміз. 2018-2020 жылдары медиациямен қаралған істер көрсеткіштері бойынша қылмыстық істер, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер және азаматтық істер бойынша көрсеткіштер берілген. Яғни жылдан жылға сотқа түсімі, істердің түсімі бойынша медиация тәртібімен қаралған істердің саны да көбейіп келеді. Хромтау аудандық сотымен 2018-2020 жылдары аралығында дауды жанжалды сотқа дейін реттеу институтының қолдану аясын кеңейту мақсатында келесідей іс-шаралар ұйымдастырылды. Яғни Хромтау аудандық сотында билер кеңесі негізінде татуласу рәсімдері тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Белгіленген тақырыпта мемлекеттің медиация институтын дамытуға зор көңіл бөліп отырғандығын және медиация туралы Қазақстан Республикасы заңының жыл сайын қолданысын артып отырғаны туралы
оймен бөлісіп, сол бағытта үлкен көңіл бөлінді. Азаматтық істердің екі тараптың бітімге келу арқылы қысқартылуы бүгінгі күннің нәтижесі екені атап өтілді. Сонымен қатар сот төрағасы Айстан Жұбаевич Балмұхановтың қатысуымен Хромтау аудандық нөмір 6 гимназиясында медиация кабинетін салтанатты түрде ашылу рәсімі өтті. Ол 2019 жылдың 27 наурызында. Жергілікті баспада, яғни бұқаралық ақпарат құралдарында бірнеше біздің судьялардың мақалаларымен жарияланған болатын. Атап өтсек, сот төрағасы Балмұхановтың медиация и семейный дебоширы тақырыбында мақаласы жарық көрген. Себебі әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің басым бөлігі отбасы және тұрмыстық жағдайда тараптар арасында татуласу бойынша аяқталған болатын. Соны көрсете отырып мақала жарияланды. Медиация жүргізудің өзекті мәселелері және тәсілдері тақырыбында кәсіби медиаторлардың, адвокаттардың және аудандық прокуратураның өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Сонымен қатар 2019 жылдың наурызында судья Бейсенғалимен медиация және оны дамыту тақырыбында кәсіби медиаторлардың, адвокаттар мен нотариустардың, аудандық прокуратураның қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Дауларды шешудің жаңа тетігі тақырыбында заң газетінде мақала жарық көрді. Мақаланың авторы судья Жұмашкина, яғни мен болдым. Аудандық соттың судьялары ғана емес, және мамандары да медиация тақырыбын қолданысын кеңейтуіне атсалысып жүр. Бас маман Ахмедиярдың татуластыру рәсімдері тақырыбында мақаласы Хромтау жергілікті баспасында жарық көрген. Сонымен қатар Хромтау аудандық сотында татуластыру рәсімдерін, оның ішінде медиацияны дамытуды ынталандыру мақсатында халықаралық құқық қорғау орталығының Ақтөбе облыстық филиалының басшысы Арман Защитұлы Жылгелдінің қатысуымен, Хромтау ауданының әкімі орынбасары Меткүл Оракална Косымбаеваның қатысуымен және аудандық полиция бөлімінің және прокуратура өкілдерінің, медиаторлардың қатысуымен дауды шешудің баламалы тәсілдері тақырыбында үлкен дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелдің нәтижелері бойынша судьялар алғыс хаттармен марапатталды. Ал құрметті әріптестер, енді жиынымызды түйіндей отырып, мына медиация заңының біз енді биыл қолданғанымызға 10 жыл толайын деп отыр биыл. Сондықтан да мінекей жылдан жылға осы заңды қолдану аясын кеңейтуге біздер атсалысуымыз керек. Хромтау аудандық соты мына облысымызда ең үлкен соттардың бірі болып есептеледі. Сондықтан да соған біз атсалысып, осы заңның қолдану аясын халық арасында түсіндіру жұмыстарын одан әрі жалғастыруымыз керек, ауқымын кеңейтуіміз керек. Сондықтан да мінекей осы медиация заңының арқасында мінекей бүгінде соттардың жүктемесі азайып отыр. Бұл өте халыққа өзі екінші жағынан өте үлкен тиімділігін көрсетіп отыр. Өйткені медиациямен татуласқан кезде сотта іс қаралмайды. Әр судья, әр маман атсалысып осы заңның орындалуына үлкен жетістіктерге жетеді деп мен келешекте ойлаймын. Еліміздегі медиация туралы заңның қолданыста болғанына биыл 10 жыл толғалы отыр. Осы 10 жыл ішінде аудандық соттармен, жалпы сот ұжымымен көптеген жұмыстар атқарылды. Оның ішінде мемлекеттік органдардың арасында және де кәсіби және кәсіби емес медиаторлардың арасында осы заңды талқылау, жүзеге асыру, оны іске асыру, оны халық арасында тарату өте үлкен көлемде жүргізілді. Ол жоғарғы соттың, облыстық соттың тарапынан басталған бастама. Осы заңның аясы жалғыз азаматтық істерде емес, және де әкімшілік, сонымен қатар қылмыстық істерде де өте жақсы қолданылды. Соның ішінде Хромтау аудандық соты бойынша тоқталсақ, ол Хромтау аудандық сотында бұл заңның қолданылуы, халық арасында таратылуы және қылмыскер мен жәбірленушінің арасындағы тиімділік бұл өз нәтижесін көрсетті. Соның мысалы қылмыстық істер бойынша ауырлығы онша немесе онша ауыр емес қылмыстар бойынша, соның ішінде әсіресе талап арыздардың
талап арыздар туындаған даулар бойынша өте тиімді қолданылды. Біз кәсіби медиатордың қатысуымен көптеген істерді қысқарттық. Оның тиімділігі мына сотталушылардың өзі де, жәбірленушілер де көрді, көздері жетті, және нәтижелі екенін түсінді. Және ол мына істің санатына байланысты, ауырлығына байланысты ол істі одан әрі жалғастыру сотпен, соның ішінде судьямен әрі қарай жалғаса береді. Және де бұл заңның қолданылу аясын әлде де тереңірек халық арасында, қарапайым адамдардың арасында, және де мына қылмыстық орбитада жүрген тұлғаларға өте тереңірек түсіндіріп, қолдану аясын кеңейту қажет деп есептеймін. Қазақстан Республикасы медиация туралы заңның қабылданғанына 10 жылға жуық уақыт болып отыр. Аталған заң аясында Хромтау ауданы соты бойынша қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер бойынша көптеген даулар қаралып, өзара тараптардың ерікті түрде келісімдердің негізінде даулар шешілген. Алдағы уақытта да аталған заң аясында Қазақстан Республикасы жоғары сот басшылығы тарапынан, Ақтөбе облыстық соты басшылығы тарапынан ұйымдастырылып жатқан шараларды одан ары орындап, осы заңның аясында қаралып жатқан және қол жеткізген жетістіктерге тоқталмай-ақ, ары қарай осы бағытта заң аясында істерді қарап, дауларды медиация тәртібінде шешуіне әрқайсымыз атсалысуға сенім білдірем. Атап айтқанда, халық арасында осы заңды түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, және баспада заңды түсіндіріп, мақалалар жариялауға біз күш саламыз деп айта аламын. Закон о медиации придумали для народа, это правильно. И я вот свои проблемы решил до суда при помощи этого закона и считаю, что этот закон для народа правильный.